Жаңа жыл мерекесі қарсаңында елдің бәрі атқарылған шаруаларын қорытындылап, алдағы міндет жоспарларын айқындап жатады. Осы орайда 2018 жыл еліміздің мәдениет саласы үшін табысты болған айта кету керек. Мәселен, дарынды баламыз Димаш өзінің ерен өнерімен миллиардқа жуық Қытай халқын ғана емес, төрткүл дүниенің өнерсүйер қауымына таңдай қаққызды. Азияның үздік әншісінің дабылы құрлық түгілі мұхиттың ар жағындағы алып елдің жұртына дейін жетті. Қазақ қызы алғаш рет халықаралық беделді Канн кинофестивалінде үздік актриса атанса, Астана опера солистері талғамы биік еуропалықтардың өзін тәнті етіп қайтты. Мәдениет саласындағы бір жылда атқарылған өзге де ауқымды шаралар мен жетістіктер туралы әріптесім Фариза Мұсағызы шолып шықсын. Димашты сөзсіз биылда феномен жыл жаңалығы деп атауға болады. Өйткені Димаш пен Қазақстан егіз ұғымға айналып, қазақтың әншілік қабілетінің құдіретін миллиардқа танытқан әншінің жұлдызы биылда жанды, ірі сахналарды бағындырды. Әнші Лондонда жеке концертін өткізіп, Ресей сахнасында халықты таңдай қақтырды. Әлем аруы байқауында қазақша ән шырқап, жыл әншісі әрі Ұлы Жібек жолының мәдени елшісі атанды. Бүгінде Димашпен бірге америкалық SBS арнасындағы The World's Best, яғни әлем үздіктері дарындылар шоуына қатысып жатқан Данелияның дауысы да көпшілікке танымал. Украинадағы Голос байқауында жеңіске жеткен жас әнші Junior Eurovision халықаралық ән сайысында 6-шы орын алды. Осылайша балалар арасында өтетін Евровидение байқауына Қазақстан алғаш рет қатысты. Мәдениет саласындағы үлкен жетістіктердің бірі кинематография туралы заңның қабылдануы. Бұл отандық кино өндірісінің тынысын ашатын алғашқы заң. Құжатта фильмдердің прокаттау тіліне айрықша мән берілді. Оның ішінде қазақ тіліне аударма жасау жөнінде дубляждау, субтитрлеу және кадрдан тыс аударма жасау жұмыстары ескерілді. Фильм демекші, ресейлік режиссер Сергей Дворцевойдың Айка фильміне түсіп, 71-ші Канн фестивалінде үздік әйел рөлін жеңіп алған қазақстандық әртіс Самал Еслямовның да таланты көпшіліктің есінде. Қазақстандық актриса басты рөлді сомдаған фильм Германияның Котбус қаласында өткен халықаралық кинофестивалінде гран-приге ие болды. Бас жүлдемен қатар Айка қазылардың арнайы марапатында қанжығаға байлады. Кейін бұл туынды Оскар жүлдесінің шорт парағына ілікті. Оның нәтижесі қаңтардың 22-сінде белгілі болады. Үлкен рахмет. Thank you very much. Қазақ кино туындысы Әміре фильмі де Голливуд кинофестивалінде жүлдеге ие болды. Лос-Анджелесте өткен кинофестивальдің бірінші кезеңінде Әміре фильмі Silver Screen Award жүлдесіне ие болды. Жалпы биыл қазақ фильм шығарған 18 туынды халықаралық кинофестивальдерге қатысып, 11 награданы жеңіп алды. Астана опера театры болса, Италияға гастрольдік сапармен барды. Әртістеріміз Карло Феличи театры сахнасында Петр Чайковскийдің Щелкунчик балетін қойды. Италиялықтар дуаланған ханзада туралы балетті зор сүйіспеншілікпен қабыл алып, бишілердің кербездігі мен әсемдігі тәнті етті. Бұдан өзге Астана опера театрының сахнасында Шахерезада мен Шапиньяно балеттерінің премьерасы өтті. Биыл өзге бір жағымды жаңалық жүрегімізге жылы ұялап, жанымызды жадыратты. Елбасымыздың шешімімен шілденің бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні болып жарияланды. Еліміздің барлық қаласында мыңдаған домбырашы жиналып, бір мезетте бірнеше күй орындады. Жыл сайын атап өтілетін бұл күннің ұлттық руханиятымызға қосар үлесі салмақты. Саладағы үздік әрі елеулі оқиғалар осылай тізбектеліп кете береді. Келер жылдан да күтеріміз көп. Ал Мәдениет министрлігі жүйелі жұмысын жаңа жылда да жаңғыртып, ғұннан қалған ғұрпымызды, сақтан қалған салтымызды жаңғыртса, мәңгілік елдің 7 қырын, 5 қырлық, 5 саусағындай білер еді. Фариза Мұсағызы, Сапар Ақын Қалжан, Ұлттық арна.